Қайырлы күн ұстаздар. Бүгін біз интеракти деген платформамен танысатын боламыз. Бұл сайттың ішінде мұғалімдерге керекті өте қызықты ойындар бар. Оны сіздер кері байланыста қолдансаңыздар да болады. Сабақты пысықтау кезінде, өткенді қайталау кезінде және өте көп ішінде ойындар. Мына қазір галерея шаблон деп кіріп көрейік. Соның ішінде математика пәні бойынша, информатика, одан кейін бар физика, химия, география, презентация жасауға да болады ішінде. Солардың бірі, мысалға мен жасағаным осындай кері байланыс, оқушылардан кері байланыс қалай алуға болатыны туралы бір ойын жасадым. Ол үшін оқушыға осындай тақтада осылай шығып тұрады. Одан кейін әр оқушы барып басатын мынаның үстіне. Сол кезде мінікі дауыстың саны көбейе бастайды. Жартылай түсіндім, немесе ештеңе түсінбедім. Осылай оқушылардың жаңағы түсінгенін, түсінбегенін анықтай аласыз. Одан кейін енді осындай шаблонды қалай жасаймыз? Ол үшін біз осындай ойынды жасау үшін бізге керегі рейтинг батл деген интерактивтің ішінде басамыз осыны. Осыны басқаннан кейін бұның түрі өте көп. Бұны тек кері байланысқа емес, басқа да жаңағы формаларға да пайдаланса болады. Так, енді мынаны использовать шаблон деген басамыз. Осының үстіне мышканы апарсақ, осындай жаңағы екі түрлі бөлім шығады. Соның ішінде использовать шаблон деген басамыз. Басқаннан кейін барып бізді сразу редактор бетіне өткізеді. Так, енді мына жерде біз жасап жатқан интерактивті тапсырмамыздың атауын өзгертсек болады. Мысалы, кері байланыс деген сияқты. Кері байланыс. Кері байланыс, мұны түсін өзгертеміз. Қызыл түс жүрген аламыз. Ақ түсті таңдайық. Және осының шрифтін де өзгертсек болады. Енді мына жақтағы осы кері байланысқа қатысты астындағы бізде жаңағы мына адамдардың түрлерін алып тастап, орнына басқаша нәрсе қою керек. Ол үшін жаңа редактировать дегенді басамыз. Так, мына редактировать басамыз. Басқаннан кейін бізге сұрайды мына количество карточек дейді, яғни карточка қанша болу керек? Мына жақта 3 карточка шығып тұр. Өзіңіз таңдайсыз. Максимум 4 карточка таңдауға болады. 4 карточка таңдайық. Изображение бола ма, әлде текст па? Соның екеуін біреуін таңдаймыз. Мына шаблонда мысалға изображение болып тұр, адамдардың суреті. Соны текст деп ауыстырасыз. Енді пропорция карточек. Пропорция енді 1:1 деген қалай болып тұрады карточканың жаңағы өлшемі. Сол бойынша қоясың. 4:5 деп қоясылар. Енді карточки дегенге барамыз. Карточкиға барып, бірінші карточканың ішіне
card one демейміз. Бұл жерге мен түсіндім. Немесе мен толықтай түсіндім. Описанияға алып тастасаңыз да болады. Немесе жазып қойсаңыз, егер толық түсінген болсаң, осы батырманы бас деп те жазсаңыз болады. Немесе алып тастасаңыз да болады. Енді екінші карточкаға барамыз. Мен жартылай түсіндім деп жазасыз. Тура солай үшінші карточкаға барамыз. Мен түсінбеген сұрақтарым, немесе мен түсінбеген мен толық түсінбедім жаза салайық. Одан кейін барып мен маған сабақ мүлде ұнамады деп жазса да болады. Енді сохранить басамыз. Мына жерде уже көрініп тұр қалай шығатыны. Енді осы жерде біз мына артындағы фонды өзгерту үшін цветовая схема деген бар. Сол жерде мына түстерді таңдасақ та болады. Былай. Осы түсті ала берейік. Енді мына жақта тұр. Пользователь может проголосовать только один раз. Яғни сіз мына ссылка бойынша біреуге жіберетін болсаңыз, ол адам тек бір ақ рет жауап бере алады. Сол үшін мынаның ешқайсысына галочка қоймаймыз, сондықтан опубликовать дегенді басамыз. Өйткені шаблон бойынша бұл сізде телевизорда шығады. Так, енді просмотрды көрейік. Біздің жасаған кері байланысымыз дайын болды. Так, енді тақтада міне осылай шығады. Өзіңіз кішірейтіп алыңыз. Енді оқушы барады да мынаның үстін басады. Мынаның үстін басады. Осылайша біз кері байланысты жасай алады екенбіз.